Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі музыка сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы музыкант болу арманым. Балалар, бүгінгі сабақта музыкант сөзінің мағынасын, аспаптық музыка жайында білетін боласыңдар. Музыкалық мамандықтарды ажыратып, әнші балапан әнін еске түсіресіңдер. Музыка ғажап әлем. Қазақ халқы әрқашан музыка өнеріне жақын болған. Тарихи мәліметтер, музыкант, этнограф ғалымдардың зерттеулері қазақтың керемет әнші, суырып салмақ халық екенін дәлелдеген. Ата-бабаларымыз мұраға қалдырған әндер мен күйлер, жыр термелер қазірде біздің өмірімізде үлкен орын алады. Ал музыкалық қазынамызды бізге жеткізген кімдер деп ойлайсыңдар? Әрине, халықтың өзі және кәсіби мамандар, сал-серлер, әншілер мен күйшілер, жыраулар. Мінекей балалар, бұлар өткен замандағы кәсіби музыка мамандары. Балалар, сендер заманымызға сай қандай музыкалық мамандықтарды білесіңдер? Жарайсыңдар балалар. Ал сендер музыкант деген сөз қандай мағына білдіретінін білесіңдер ме? Музыкант музыка саласында жұмыс істейтін маман, кәсіби түрде музыкамен шұғылданады. Олар композитор, дирижер, әнші, аспапта орындаушы және тағы басқа. Ал аспаптық музыка дегеніміз арнайы музыкалық аспаптарда орындауға арналған шығармаларды айтамыз. Ендеше балалар, музыкантпын атты сөз жұмбақтың жауабын тауып көріңдерші. Жарайсыңдар балалар, сендер сөз жұмбақтың жауабын дұрыс тапты деп ойлаймын. Қанеки, барлығымыз дұрыс жауапты көрейік. Сөз жұмбақтың дұрыс жауабын дәптерлеріңе жазып алыңдар. Балалар, сендер музыкант болуды армандайсыңдар ма? Мамандығым туралы музыкалық әңгіме атты шығарманы тыңдап көрейік. Сендер тыңдайтын музыкалық шығарманың авторы бала кезінен бастап музыкант боламын деп армандаған екен. Бір күні Наргиз анасымен бірге қыдырып жүріп, музыка мектебінің алдынан өтіп бара жатады. Бір кезде ол аспаптың әдемі, нәзік дауысын естіп, тоқтап, аяғына дейін мұқият тыңдайды. Оған ұнаған аспап скрипка болған екен. Содан ол скрипкашы боламын деп армандаған екен. Тағы бір күні олар балаларға арналған концертке барады. Онда домбыра тартқан баланы, екі қыздың флейта мен рояльды шебер ойнағандарына және керемет ән салған әншінің даусына таң қалады. Анасына, анашым, мен музыкант боламын деп музыка мектебінің фортепиано сыныбына түседі. Көп жылдар бойы музыкалық білім алып, қазір Наргиз өзі қалаған композитор мамандығы бойынша жұмыс жасап жатыр екен. Бала жасынан есте қалған оқиғаларды нотаға түсіріп, сендерге мамандығым туралы музыкалық әңгіме деген шығармасын сыйлаған екен. Ендеше балалар, мамандығым туралы музыкалық әңгіме атты шығарманы бірге тыңдайық.
автор шығармасында музыка арқылы өз мамандығы туралы әңгімелеп бере алды ма? Шығармада композитор қандай музыкалық мамандықтар туралы әңгіме жүргізді? Қанекей, тор көздерге тиісті сөздерді қойып көріңдер. Жарайсыңдар балалар, сендер тор көздерге тиісті сөздерді дұрыс орналастырды деп ойлаймын. Олай болса балалар, сендер кіші сыныпта өткен әнші балапан әнін еске түсірейік. Әнді орындамас бұрын дауыс жаттығуын жасап алайық. До, ре, ми, фа, соль, ла, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Білім ғылым өнерге қанат қағар кездерің, ата салтын ертеңге жеткізетін өздерің, Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Даңқын елдің көтерер, ән мен күймен өздері, ойыңды алға жетелер, арман қуған кездері. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Қазы береді өздеріңе билікті, өнерде кім жеңеді, алады сол сыйлықты. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. 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 Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.